Кремльде Ресей президенті Владимир Путин мен Сирия президенті Башар Асад арасында кездесу өтті. Мемлекет басшылары сауда-экономикалық ынтымақтастықтың және одан әрі өзара іс-қимылдың негізгі мәселелерін талқылады. Владимир Путин Ресей, Сирияны соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстарына қолдауын жалғастыратынын атап өтті. Башар Асад Ресей Федерациясына лаңкестік қауіппен күресуге және Сириядағы бейбіт өмірді қалпына келтіруге қосқан елеулі үлесі үшін алғыс айтты. Фатх пен Хамас Қытай делдалдығымен Палестинаның ұлттық бірлік үкіметін құрады. Бейжіңге әртүрлі палестиналық қозғалыстардың өкілдері келді. Оның ішінде екі жетекші, батыс жағалауы басқаратын Фатх партиясы және өткен жылы Израильдің әскери операциясы басталғанға дейін Газа секторын бақылайтын Хамас топтары. 3 күндік келіссөздердің қорытындысы бойынша тараптар Пекин декларациясына қол қойды. Ол Палестина ұлттық бірлік үкіметін құру туралы